Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы маринадталған қызанақтың ең оңай дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады. Банканы стерильдемейміз, тек жақсылап жуып тазалап аламыз. Помидор таңдаған кезде осындай майда түрін таңдамаңыздар. Негізінде сопақ түрі болса тіпті жақсы. Бізге керекті заттар: чеснок, болгарский және қара бұрыш, лавр жапырағы және зонтик, хрен жапырағы керек болады. Таза банкамызға чеснок салып шығамыз. Әр банкіге 5-6 дана салып шығамыз. Осындай қара бұрыш горошек саламыз. Қолымызбен осылай уыз толтырмай салып шығамыз. Болгарский саламыз. Әр банкіге 3-4 дана. Бір болгарскийді 2 бөлікке бөліп, жартысын 3 бөлікке салып шығамыз. Лавр жапырағын саламыз. Әр банкіге 2-3 данадан салып шығамыз. Бұл лавр жапырағы бір ерекше бір дәм береді. Енді үстіне қызанақтарымыз салатын боламыз. Қызанақтарымыз банкаға кейін су құйған кезде жарылып кетпес үшін осылай вилкамен тесіп салып шығатын боламыз. Қызанақтарды салып шықтық. Енді үстінен 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант салып шығамыз. Видео ұнаса лайк басып, астына өздеріңіздің жабу тәсілдеріңізді жаза кетіңіздер. Тұз қантын салып болдық. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Кәдімгідей сақырлап тұрып қайнауы қажет. Суды құйғанда толтырып құямыз, бетін крышкамен жабамыз. Бұл кезде закрывашкамен жаппаймыз, банканы сыртынан қайнататын боламыз. Осылай 12 минут сыртынан қайнатамыз, сонда банканың атылмауына септігін тигізеді. Дайын болған банкамызға осылай ас қасық толтырмай уксус құйып шығамыз. Банкамыз дайын болды. Осыны закрывашкамен жауып, төңкеріп, қалың көрпемен жауып 2 күнге қойып қоямыз. Ешқандай да атылмайды. Қорықпай дайындай беріңіздер. Қыздар рахаттанып отырып жейтін боласыздар ғой. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.